Сәлем достар. Сәлем. Сәлем. Бүгін біздер мен, інім және әкеммен бірге бурек пісіреміз. Ол үшін бізге лаваш керек болады. Осы лавашты нешеге бөлеміз? 8-ге бөлеміз. 8-ге бөлеміз. Дайындап қойған біздің лаваштарымыз қазір Сартай, Кәусар, мен ал бірге жасаймыз. Кім ол үшін бізге сыр, колбаса керек болады. Кімге қалай ұнайды, соны қоя береміз. Сартай, сен немен жасайсың? Мен колбасамен көрсетемін. Мен де колбасамен көрсетемін. Бұна колбасаны қоямыз. Сартай. Енді бұлай бірге қатты бұра. Тақа. Қатты қыс. Енді осылай бұрай беріңдер қатты. Және де ұшын біз сумен сулап жереміз. Неге сулаймыз ұшын? Жабысу үшін. Жабысу үшін. Сартайға көмектесер ұшын орауға. Содан кейін дайын бөректерімізді сала береміз. Жайлап қояғы. Ұшын сулап жеру керек. Жарайды. Тағы біреуін жасап көрсетші керек, түсінікті үшін. Өте оңай. Үйде балаларыңызбен бірге жасауларыңызға әбден болады. Ұшын сулап жібереміз. Колбасамен жасамамыз. Жасай ғой колбасамен. Колбасамен сер. Кеттік, Сартай, бірге ораймыз. Қатты қысы ора. Қатты қысамыз. Қатты қыс. Жарайсың. Ұшын сулап жақсы жібереміз. Қайсы. Жарайсың. Мінеке осылай қазір біз барлығын жасап шығамыз. Содан кейін қалай пісіру жолын көрсетеміз. Мінеке біз жасап болдық. Енді біз бұны майға кішкене қуырып аламыз. Ол үшін жұмыртқаға орап аламыз да. Бұны Сартай қайда саламыз? Дұрыс, сақ бол. Табаға саламыз. Өте жылдам піседі. Екі жағын қуырып аламыз. Енді оны Сарқайды, оны аударып, екі жағын қуырып аламыз. Ой, айнал. Мінекей қуырылды. Содан кейін бұл дайын болған бөліктерді қуырылды. Дайын болған бөліктерімізді табамыз. Мінекей біздің бурекке дайын. Дәмін көреміз бе, Сартай? Ja. Ал, ал, бегарыз. Кәусар. Сартай, істемес бе? Ал, қараңдар. Өте дәмді. Үйде балаларыңызбен бірге жасауға болады. Өте жеңіл. Сондай балаларыңыздың иммунитеті әрдайым мықты болу үшін каракул бальзамдарының рыбы жир, немесе кальций, омега-3 осындай бальзамдарын қолданыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.